Шаруада нәсілді жақсылау, өнімдарлықты арттыруда техник ассимилятор қанегеге айрықша жауапкершілік жүкленеді. Олардың заман талабына сай білім көнекпелерге ие болуы оғада ахметлі. Осы мақсатта пайтақтымызда өткерілген кең көлемді семинарға республикамыздың барлық аймақтарында жұмыс алып барып жатырған 70-тен астам қанегелер тартылды. Азық-ауқат қауіпсіздігін тәмелеу тармақтың экспорт потенциалын арттыру өзі-өзіне болмайды. Бұл мақсаттерге ерсу болса, бәрінен бұрын шаруашылықта нәсілшілік жұмысларын әлеуметтік шөлкемлестіру, заманауи биотехнологияларды кеңінен енгізу һәм тарауда жұмыс алып барып жатырған қанегелердің кәсіптік потенциалын тұрақлы арттырып барумен тікелей байланыслы. Өзбекстан Республикасы президентінің шаруашылық тармағы һәм жайлау қожалығын заманауи басқару системасы һәм жаңаша көзқараслар тикарында рауажландыру іләжлары хақындағы қарары тарауда әмелге асырылып жатырған реформаларды жаңа басқышқа алып шығудың шын мәнісінде имканиятларын жаратты. Қарардың орынлануын тәмелеу мақсатында жұмағына жетіп жатырған әптеде Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалында жасалма нәсілдендіру, яғни техник ассимиляторлық бойынша 10 күндік қанегелік арттыру семинары шөлкемлестірілді. Bu dasturimizda shu narsa e'tiborga olinganki, hayvonlarni urug'lantirishga tayyorlash, ularni sifatli oziqlantirish, saqlash sharoitlarini yaxshilash, xonadonlarda olib boriladigan chorva boqish bo'yicha tadbirlarni qanday amalga oshirish, ularni kasalliklarini oldini olish bilan hayvonlarni pushtorligini oshirish asosiy maqsadimiz bo'lib qolyapti. Bunda assimilyatorlarda sun'iy urug'lantirishda ishlatiladigan zamonaviy asboblar bor. Bugungi kunda assimilyatorlarga mana shu assimilyatorlar somkasi, har xil asbob uskunalar, kerakli bo'lgan sifatli hayvonlardan olingan urug'lar hammasi bugungi kunda davlatimiz tomonidan berilyapti. Bundan tashqari shunchalik imtiyozlar berilyaptiki, masalan, sun'iy urug'lantirish yo'li bilan olinadigan bir bosh buzoq olinadigan bo'lsa, unga 500 ming atrofida. Agar embrionni transplantatsiya qilish yo'li bilan olinadigan bo'lsa, 1 millionga yaqin subsidiya berilyapti. Bu ham aholini mana shu sohaga bo'lgan qiziqishini oshiryapti. Aholining daromadini yaxshilash, ishsizlikni oldini olish, kelajakda yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida chorvani mahsuldorligini oshirish juda katta ahamiyatga ega. Mahsuldorligini oshiradigan bo'lsak, mahalliy mollardan o'rtacha 2-3 litr bir sutkada davomida sut olinadigan bo'lsa, zotli hayvonlardan bir kunda 20 litrgacha olishimiz mumkin. Bu 10 barobargacha chorvachilikni rentabelligini oshiradi. Teoriyалық сабақлар әмелият пене үйлесімлі халда шөлкемлестіріліп, har bir темадан соң лабораторияларда әмели көлікпелер беккемленді. Қанегелердің пікірінше, жоғары мамандықтағы техник ассимилятор шаруашылық тармағындағы нәтижеліліктің ең ахметлі буыны. Оның білімі һәм шеберлігі har bir қожалықта нәсілшілік жұмыстарының сапасы, өнімдарлық көрсеткіштері һәм экономикалық нәтижелерге тікелей тәсір көрсетеді. 10 күн давам еткен қанегелік арттыру семинарының жұмағында қатынасушылардың елеген білім һәм әмели көлікпелері бақыланды. Іләш соңында 70 техник ассимиляторға сертификатлар тапсырылды. Жасалма ұрықландыру, табиғи ұрықландыруға қарағанда бірнеше абзалықларға ие. Біріншіден, әрқилы қарамаларда ұшырасып жатырған жұғымды кеселіктердің алды алынады. Екіншіден, нәсілдің жақсылануына алып келеді. Атап өту керек, Қарақалпақстан Республикасында, Орта Азияда сол жалғыз болған қарамаларда эмбрион трансплантациясы бойынша лабораторияның ашылуы, әмде осы бүгінгі семинар қатынасушыларына өзім эмбрион трансплантациясы хақында білген білімлерімді беріп келмектемен. Эмбрион трансплантациясы бұл айтқанымыздай қарамалшылықта ең жоғарғы шыңы деп айтсақ та болады. Себебі жасалма ұрықландыру арқылы бірнеше әулетлерден соң нәсілді мал алатұғын болсақ, эмбрион трансплантациясында бірінші әулеттің өзінде нәсілді мал алу имканиятына ие боламыз. Оқу шынығулары, теориялық сабақлар, лабораториялық жұмыслар һәм әмели көлікпелер. Енді бұл 70 қанеге иелеген білім һәм тәжірибелерін республикамыздың қала һәм районларындағы шаруашылық қожалықтарында әмелиятқа енгізеді.